Жоба тақырыбым асық технологиясы бойынша балалардың шығармашылығын дамыту. Сол себепте менің бүгінгі шебер сыныпта сіздермен бөлісетін ойынымның аты бұл барабан ойыны деп аталады. Бізге керек нәрсе осындай 4 түрлі түсті фетралар, қызыл, көк, сары, жасыл және ақ түсті фетра керек. Болса осындай жылтырақ қағаз жабыстыратын қайшы, ыстық желім және осындай қолданыстан қалған текше болса болады. Бұның сыртын біздер қаптаймыз. Осы 4 түрлі фетрадан біздер үлкен шеңбер сызып, шеңберді қиып алатын боламыз. Осылай шеңбер қиып аламыз. Негізі біз шеңберді 8 бөлікке бөлуіміз керек. 4 түстен 8 бөлік шығарамыз. Бұл ойында 2 бала ойнайтын болғандықтан 8 түс шығарып жатырмын. 2-ге бөліп 2 бала 2 жағынан ойнайтын болады. Ал енді қиылған үшбұрыштарымызды бір-біріне ыстық желімнің көмегімен жабыстыратын боламын. Бізде осындай міне шеңбер шықты. Барабан 4 түрлі түстен 8-і. Енді ортасына осындай ерекше жылтырақ түсті жабыстыратын боламын. Біздің барабан шеңберіміз дайын болды. Енді текшенің сыртын осындай ақ фетрамен қаптайтын боламын. Фетрамызды өлшеп аламыз. Және барлығына жететін жерін өлшеуіміз керек. Артық жерін қиып тастаймыз осылай. Сандарды жабыстыратын боламын текшеге. Бірі санын. Мат топтары болатын болса, онда 1-ден 10-ға дейін санды жабыстыра аласыз. Ал менің қазіргі таңда тобым ересек тобы болғандықтан мен 1-ден тек 5-ке дейін сандарды ғана жабыстырамын. Кейбір санды 2 рет қайталап жабыстырамын. Себебі біздер тек 5-ке дейін сандарды ғана оқытып үйретеміз. Осымен шебер сыныпта сиқырлы текшеміз дайын болды. Және осындай барабанымыз дайын болды. Енді сіздермен ойын ережесімен таныстырайын. 2 жағында 2 бала отырады. Бір-біріне қарама-қарсы текшені лақтыру арқылы асықтарды қармақпен аулап, сәйкестендіріп, түстеріне сәйкестендіріп, сандарымен қойып шығады. Мысалы, 3 саны. Текшеден 3 сан шықты ма, 3 сары түсті балықты аулап алады, сары жолаққа қояды. Осы ойын арқылы балалардың танымдық ой өрісін дамытамыз. Балаларды ұқыптылыққа, ептілікке, шыдамдылыққа, төзімділікке тәрбиелейміз. Назарларыңызға көп рахмет. Сізбен бірге болған Гаухар Талғатқызы. Сау болыңыздар.